Бұл келісімнің шарттары орындалса, Украинада соғыс басталмас еді. The New York Times басылымы 2022 жылы соғыс қарсаңында екі елдің арасында болған бейбіт келіссөз шарттарын жариялады. 2022 жылғы 17 наурыз бен 15 сәуірдегі келіссөз жобаларында не айтылған еді? Ресей не талап етті? Украина неден бас тартты? Сонымен бірінші пунктте Ресей Украинадан орыс тіліне мемлекеттік тіл беруді талап еткен, бірақ ресми Киев қарсы болған. Шарт бойынша Украина НАТОға не басқа альянстарға кіре алмау керек және әскери қақтығыстарға қатыспау керек. Украина өз аумағында шетелдік әскери базалар мен контингентін орналастырмау керек. Сонда кепілгер елдер Украинаның ішкісіне араласпайды және әскер кіргізбейді. Тағы бір шарт бойынша Ресей мен Украина 2014 жылдан бергі өзара санкциялардың күшін жоюға тиіс еді. Және Мәскеу Киевтен Қырымның бір бөлігін Ресейдікі деп тануды сұраған, бірақ Украина тарапы бұған қарсы болған. Кезекті пунктте Украина әскеріндегі сарбаздар саны 250 мыңнан аспауы керек болған. Газет жариялап отырған бұл келісімді Украина, Ресей және Еуропаның кейбір мемлекеттерінен ресми дереккөздер растаған айтылады. Ал Қырымның статусы 10-15 жыл ішінде шешілуге тиіс еді. Путин мен Зеленский сол 2022 жылы арнайы кездесіп, келіссөздерді бастауға тиіс еді. Алайда Ресей басқыншылық соғысты бастап кетті.